Сәлем достар, біз бүгін вупи пай тортын жасайтын боламыз. Ең тәтті торттардың бірі. Бізге қажетті заттар: 4 жұмыртқа, 160 грамм Қазақстан шоколады, 80 грамм сливочное масло, 160 грамм шекер, 10 грамм разрыхитель және 20 грамм какао, 200 грамм ұн қажет болады. Ең алдымен 4 жұмыртқаны және 160 грамм шекерді миксермен араластырамыз. Содан кейін қалған ингредиенттердің барлығын салып миксермен араластырамыз. Қазақстан шоколады және сливочное масло микроволновкада немесе қайнаған газдағы суда ерітсеңіздер болады. Міне достар, корждың консистенциясы осындай болуы қажет. Енді барлық корждарды пісіру үшін бізге пергаментная бумага қажет болады және осындай форма қажет болады. Барлық корждардың формасы бірдей болу үшін осы арнайы формаға дөңгелек қылып форма жасап аламыз. Осындай дайын болған формаға корждың тестісін саламыз. Менде лопаткамен бір қағазға 7,5 қасықтай кетті. Сіздер өздеріңіздің қасықтарыңыздың пішініне қарай бірдей етіп салып, осылай жайып шығасыздар. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста корждарымызды пісіріп аламыз. 5 минут немесе 7 минут. Корждарымыз дайын болғанша біз крем жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: 700 грамм сливки, 700 грамм творожный сыр және 250 грамм сахарная пудра. Ең алдымен 700 грамм сливкиді және сахарная пудраны миксермен араластырып аламыз. Содан кейін творожный сырды барлығын салып, біркелкетіп араластыратын боламыз. Және де достар, ескере кететін жағдай, біз крем жасайтын кезде мұқият болуымыз қажет. Миксердің насадкасы, ыдысымыздың барлығы құрғақ күйінде болуы қажет. Егер су бірнәрсе тиген жағдайда біздің крем шықпай қалуы мүмкін. Міне осындай өзінің формасын ұстайтындай крем шығуы қажет.
Және де біздің ең соңғы коржымыздың көлемі басқа корждардан қарағанда кішкентай болуы керек. Енді біз ганаш жасау үшін 100 грамм Казахстан шоколады және 50 грамм сливочный масло қажет. Барлығын микроволновкада ерітеміз. Және осылай торттың бетіне құямыз. Және лопаткамен осылай жан-жағына жағып шықсаңыздар өте әдемі болып шығады. Енді оформление жағын өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты әсемдейсіздер. Жасап көріңіз, өте оңай әрі тәтті. Және де достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.